балалар. Бүгін сендерді қандай сұрақ қызықтырады? Бізге Түркістандағы тайқазан туралы айтып берсеңіз. Иә, ол тайқазанда қандай тамақ пісірілген, қанша адамға жеткен? Соны білгіміз келеді. Жарайды. Ол жөнінде кеңінен әңгімелеп берейін. Ал сендер мұқият тыңдаңдар. Бұл 1390 жылдары болған оқиға. Жарты әлемді жаулаған Әмір Темір әулие Ахмет Яссауидің құрметіне кесене тұрғыза бастайды. Сол кесененің ішіне үлкен қазан орнатуды ұйғарады. Қазанды құю үшін сонау алыстағы Иран елінен атақты Әбділ Әзиз деген шеберді алдырады. Шебер Түркістанға келген соң қазан құятын орынды 25 шақырым жердегі Қарнақ ауылында белгілейді. Сол жерден металл қорытатын үлкен пеш салдырады. Әзиз шебер қазан құю кезінде өзгелер білмейтін құпияларды пайдаланады. Оны тіпті әзірге дейін ешкім білмейді десек болады. Мысалы, бір қазанды құюға ол 7 түрлі металл мен көптеген қоспаларды пайдаланған екен. Бұл қазанға бір тайдың еті сыйып кететін болған. Сондықтан қазанның көлеміне қарап, халық оны тай қазан деп атаған. Ал енді қазанның айналасына өсиет сөздер жазылған лаухалар қойған. Ал лауха дегеніміз сол кездегі тулардың сабының басына тағылатын бұйым. Ғажап! Мынау тайқазанның көне суреті ғой. Иә, сіз айтқан лаухаларды мен көрдім. Басына жылқының құйрық жалы байланған екен. Ол лаухаларды қайта жасатып, тарихи жәдігерлерді қалпына келтірген ұрпақтарға мың алғыс. Рухани жаңғыру деген міне осы балалар. Рахмет сізге, ата. Бүгін біз өте қызықты деректер алдық.